Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бірге өте қарапайым рецептпен бөліспекшімін. Яғни пельмен пирожкидің қамырына ұн, жұмыртқа, су, тұз және аздап сүт қосып қамыр илеп алдым. Қамырды аздап демалтырып, екіге бөліп, оқтаудың көмегімен жайып алдым. Жайып болғаннан кейін кухонный комбайнның көмегімен ұзын-ұзын етіп кесіп, жұқартып алдым. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Өйткені менің парақшамда қызықты видеолар өте көп. Жайылған қамырларды бірінің үстіне бірін қойып, әдемілеп төртбұрыш етіп кесіп алдым. Енді кезек ішіндегі начинкасына. Картошканы қайнатып, сыртын осылай аршып алдым. Егер видеомда кемшіліктер болып жатқан болса, комментарияларда жазып отырыңыздар. Егер мен өз кемшілігімді біліп жүрсем, ары қарай жақсырақ дамуыма көмектескен боласыздар. Пирожкилердің ішіне тек қана картошка салмайын деп, укроп, зелень, көкпияз үшеуін араластырып турап алдым. Картошканы чопердің көмегімен езіп алдым. Бұрыш және тұз салып, дайын болған массаны силиконовый лопаткамен араластырам десем, сындырып алдым. Қолмен араластырғанға жетпейді бәрібір деп мыжып алдым. Бағанағы қамырлардың барлығын жайып, ішіне начинкаларды салып, пельмен сияқты етіп бүгіп шықтым. Бүгінгі өз ісім өзіме қатты ұнап жатыр. Егер сіздерге де ұнап жатқан болса, лайк басып кетіңіз. Мен пирожкилерімді екі түрлі қылып бүгіп шықтым. Екінші түрін төртбұрыш қылып, шеттерін вилкамен басып шықтым. Дайын болған пирожкилерді подностарға әдемілеп жинап шықтым. Осы арада балам ешкімге көнбей жылап кетті. Әлде менде екі таба бар екен, екі табанды астын жағып, қыздырып, екеуін екі жақтан тез-тезден пісіріп алдым. Осылай уақыт бөліп, энергиямды құртып, бар еңбегіммен пісірсем, тамағымнан әйтеуір бір кемшілік табатындар да табылады. Өздері істей алмайды, бірақ істеген адамға жақсы сөз айтпаса да үндемей отыра алмайды. Әйтеуір бір уын шашып қалу керек. Мінекей достар, пирожкилерім осындай болып шықты. Сіздерге де жасап көруді кеңес берген болар едім. Сіздермен бірге болған Гаухар. Парақшамнан алыстамаңыздар.